Алматыда жаңа күрес залы ашылды. Заманауи кешен бір ауысымда 700-ге жуық спортшыны қабылдауға дайын екен. Нысан 1000 шаршы метр аумақты алып жатыр. Мұнда қазақ күресі, еркін күрес, грек-рим, дзюдо және самбо сынды спорт түрлерімен шұғылдануға болады. Болашақ чемпиондарды тәрбиелейтін ғимаратты Қазақ спорт және туризм академиясы өз қаражатына салған. Балуандар ұстаханасына айналған білім ошағында қазір 4000-ға жуық студент оқиды. Академиядан осыған дейін 80-нен аса олимпиада жүлдегері мен 200-ден аса әлем чемпионы шыққанын айта кетейік. Спорт кешенінің ашылуына лауазымды тұлғалар қатысып, артынша Париж олимпиадасының жүлдегері Демеу Жадраев пен Паралимпиада ойындарының жеңімпазы Зарина Райфова шеберлік сабағын өткізді. Не только в академии. Осы салынған спорт кешенінің арқасында жаңа олимпиада чемпиондары шығады деген үміттеміз. Сондай-ақ бүгін ерекше күн. Біздің академияның құрылғанына 81 жыл. Қазір біздің 30 мыңнан аса түлегіміз түрлі спорт саласында еңбек етіп жүр. Міне дәл сол түлектердің арқасында Қазақстан әлемге танылып жатыр деп ойлаймын.